красного яблока заката. Облака из неведомой страны к нам спешат и опять бегут куда-то. Облака, белокрылые лошадки. Облака. Қадірлі қонақтар, ата-аналар және балалар, ел тірегі ертеңіміздің кепілі болған жас ұрпақ. Армысыздар, жаны жайсан, жүрегі жомарт жандар. Бар байлығымыз да, бақытымыз да бала. Өмірдің гүлі де солар. Күрсін десін аналар, күле берсін балалар дей келе, мүмкіндігі шектеулі балалардың қатысуымен өтетін жан жылу атты қайырымдылық концертіне қош келдіңіздер. Добрый день, дорогие гости, уважаемые родители и дети! Мы рады приветствовать вас на благотворительном концерте, в котором принимают участие дети с ограниченными возможностями. Жан жылуы қайырымдылық концертінің салтанатының ашылуына орай сөз Бақытжан Оразаұлы Жәнібековке беріледі. Бала деген енді әрқайсымыздың болашағымыз ғой, еліміздің болашағы, ұрпағымыз. Оның бәрі бізге үлкен ауыртпашылықпен тиіп отқан осы мынау ата-анаға, осы шектеулі балаларымыз деп отырады. Бірақ осы шектеусіз екенін сіздер көрсетіп отырсыздар. Осы кештің дәлелі сол. Осы балаларымызға, ертеңгі болашақтарымызға, осы ән, өнер кешінде, осындай өздерін өнер көрсетуге мүмкіндік беріп, ата-аналардың жігерімен, сол кісілердің жүрегімен, жылу жүрегімен істелініп отқан, атқарылып отқан жұмыстарыңызға, мынау бала жандылықтарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз, басымызды иеміз. Ауданның өркендеуіне, экономиканың дамуына үлес қосқаныңыз және мүмкіндігі шектеулі балаларға, жалғыз басты қарттарға демеушілік көрсеткен үлестері үшін төмендегі азаматтар Шу ауданына сіңірген еңбегі үшін төс белгісімен марапатталады. Калыкова Насира Асанқызы, психологиялық педагогикалық түзету кабинетінің логопед маманы. Маханова Асель Абайқызы, Мұқағали Мақатаев атындағы Тірек мектебінің хореографы. Кузькина Татьяна Юрьевна, жеке кәсіпкер. Шу ауданы әкімінің құрмет грамотасымен төмендегі азаматтар марапатталады. Нұрымбекова Раиса Абуақасымқызы, психологиялық педагогикалық кабинетінің. Осмубаева Зина Ибрагимовна, психологиялық педагогикалық түзету. Есікбаева Айгерім Маратқызы, жеке кәсіпкер.
аналар қорының төрайымы. Мадмаров Аман Шнарханұлы. Исафаиди Ольга Борисовна, жеке кәсіпкер. Убекова Жазира Кәрбай қызы, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы орта мектебінің би жетекшісі. Матышев Әсет Нұрханұлы, жеке кәсіпкер. Шу ауданы әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Рахымғазы Айым Талғатқызы, психологиялық педагогикалық түзету кабинетінің сурдопедагогы. Шабанова Султан Нурбакировна, жеке кәсіпкер. Исаев Азиз Сайдулла Хожаевич, жеке кәсіпкер. Қожахметова Милана, Шу қайырымды аналар қорының мүшесі. Жайкеева Арай Тұрғынбай қызы, жеке кәсіпкер. Қыпшақбаева Ұлбосын Пилипек қызы, жеке кәсіпкер. Жанабаева Жұлдыз Айтарбек қызы, жеке кәсіпкер. Көпжасаров Чингисхан Серікбайұлы, бейне таспа операторы. Бектурова Райкүл Қабыш қызы, жеке кәсіпкер. Сахнаға Федорова София, маленькая страна мен және Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы орта мектебінің оқушыларымен қарсы алыңыздар. Там жизнь любви полна, там чудо озера искрится, там зла и горя нет, там во дворце живет жар птица и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна, кто не расскажет, кто подскажет, где она, где она. Маленькая страна, там, где в душе светло и ясно, там, где всегда весна. I would. Балаларымыз болашағымыз, келешегіміз. Балаларымызға тек қана сәттілік тілеймін, ауырмасын балаларымыз. Жылда осы мәдениет үйімізде дәстүрлі түрде мына қол өнер дейді, мүмкіндігі шектеулі және қабілетті балалар өте керемет бір-бірімен байланысып концерт өткізудеміз. Бүгін Ерболдың туған күні 16 жасқа толып жатыр. Жылда жан жылуына біз қатысамыз. Өте керемет өтіп жатыр жан жылуы. Баламның туған күні құтты болсын, дені сау болсын, үлкен азамат болсын. Көңіліне Ерболдың көңілі толып жатыр. Ризалығын айтып жатыр. Ербол көңілді. Ербол қалай өтіп жатыр? Жақсы ма? Жақсы. Ерболдың көңіл күйі жақсы. Рахмет.
Меня зовут София, и мне очень сегодняшний концерт понравилось. Сегодня я пела песню «Маленькую страну». Спасибо за поддержку, за подарки. Желаю всем здоровья, чтобы побольше было таких концертов. Тамашалағандарыңызға мұшын жүректен алғысымызды айтамыз. Жан жылу атты қайырымдылық концертін жабық деп жариялаймыз. Енді біздің 2013 жылдан бастап біздің аудан әкімінің қолдауымен жылына өтетін мүмкіндігі шектеулі балалардың арасында жан жылу атты қайырымдылық іс-шарасы өтіп жатыр. Бұл жерге енді жаңағы әлеуметтік ортаға кіріктіру дейді ғой, мына мүмкіндігі шектеулі жандарды. Сол осы балаларды біздің ортаға кіріктіріп, өздерінің бұл да кәдімгі мына адамдармен тең ретінде өздерінің өнерлерін көрсетіп, мінекей мүмкіндігі шектеулі 10 бала. Демеушілерімізден, біздің Шу ауданында осы балаларға демеушілер бар, өздерінің үлкен үлестерін қосып, жаңағы сыйлықтарын алды. Және осы біздің фойеде, мәдениет үйінде біздің мүмкіндігі шектеулі балалардың қол өнері жайылды. Оның бәрі жаңағы балалардың қол өнері. Осы іс-шараға атсалысып, мінекей кісілер, қонақтар келген, өздерінің үлестерін қосып, жаңағы сатып алып жатыр. Ол кісілерге өте үлкен ризалығымызды айтамыз, алғысымыз шексіз.